Және мен қасымда Менди амандашыр. Йоу, қалайсыңдар достар, сенімен бірге бұл мен Бенджи. Так, бүгін достар Аурлендтегі выживаниямызды жалғастыратын боламыз. Және де Менди қазір Менди десе. Короче, бізде қонақта Менди. Бүгін достар Аурлендтің 4-ші бөлімі. Бүгін бізді не өзгерді достар? Бізде бүгін ештеңе өзгерген жоқ достар, бірақ шамалы заттар жинадық. Кейін үй салған кезде кішігірім заттарды жинап қойдық. Шамалы үлкен қылып, немесе бір ерекше үй салатын болам, осы ютуберлерден ұқсамайтын үйді. Так, енді біз бүгінгі мақсатымыз не достар, кім? Менде біздің бүгінгі мақсатымыз қандай? Менде түсіндіріп кетсін бізге. Чотам? В общем, қазір біз алмас табамыз да? Алмас табатын боламыз, сіздер видеоның атынан көріп тұрсыздар. Так, енді бүгін тек қана біздің мақсатымыз алмас табу. Алмазды не үшін табатымызды қазір видеоның достар ортасында айтатын боламыз. Так, бізде алдыңғы ауылға барған видеомда көп комментарий жиналды, және де сіздердің қолдауларыңызға үлкен рахметімді айтамын. Тағы да енді бүгін бізде жақсы күшті көп деген көрерменіміз түсіп жатыр. Кейін тағы да көрерменіміз егесі болып кетсе, бізде көрермен тақтасы деген қаяққа сыйғыза мынаны ема достар. Бірақ енді кейін шамалы көрермен тақтасының бір орын дайындап қоятын боламын. Әзірге мен өзіме ұнаған көрермендердің комментарияларын оқитын боламын. Комментарий деген аттарын бізде бүгін қазір Менди, чотам? Так, менде қазір сен көріп тұрсың ғой, бізде мен жалпы әр видеода мен көрермен тақтасын істеп отырамын. Осындай күшті комментарий жазады, өзің байқап жүрсің ғой, Так, енді бізде қазір мен осы жарты комментарияны оқимын жазған. Сен жартысын оқисың, давай, солай келсейік. Так, мен қазір, мысалы мен қазір Мейіржанға дейін оқимын. Сен сол Мейіржаннан бастайсың, давай. Так, кеттік. Ал бізде бүгін Ильяс, Жақсылық Амандық, Қуаныш, Рүстем Жакенов, Маратхан Абиев, Энкиси Бой, Плейгеймер, Мақпал Сарманова, Банкай дейді, керемет есім, Сако Гейм, Рүстем Жакенова, Баянсұлу Өтешева, және Зако КW дейді. Так, арғара менде оқиды. Және Мейіржан, сосын Акей, так, но Хедвен ба, сондай ғой? Хедвен ба, және де Нурс, Ерко Қазақ, Тимош Геймер, Геймес Кизет, және де Мәкенбек Кален, сосын Q қалай да? Алин Қарақалпақ, Алин Қарақалпақ деп оқыш деген болатын. Және Ринат. Сосын яқта 2-4 көреміз бар, сол оқып жері. Азиз Танбай, және Мансур Рахманов, және Бағдаулет Наматжан, және Нерби. Бұлар менің тұрақты көремендерім, сендерге үлкен рахмет. Осындай тағы да комментар жазсаңыздар, тағы да оқитын боламын, қоятын болам. Так, енді біз қазір іске кірісеміз, менде екеуміз. Так, менде қазір заттар толып кетті достар. Менде енді как раз Аурлендте выживание етіп жатыр екен, сондықтан мен қасыма Мендиді шақырып алдым. Так, мына жерде, так, мен сен заттарын алып алдым ба? Так, мен қазір мына жерде өзімнің бағана теріп атқан заттарым. Ішінен достар эндерменде жүр екен, сол эндерменді эндер жемшіктен 2 тауып алдым достар. Қараңыздар, менде блужниктер өте көп. Міне қазір блужниктер заттарымызға әзірге керек емес, салып тастаймыз. Өзімізге нақты бізде кирка, сосын факел, Так, менде сен факел жасай бересің ба? Менде қазір мына жерде сундукта угольдер көп менде, содан жасай берсең болады. Так, екеумізден 64 жинасаң болады. Так, бізде қараңдар, менде алдында 3 күшік бар тұғын, содан 1 күшік қалдырдым, 2 күшік енді керек емес. Кейін үй салған кезде шамалы өзіме ит пен мысықтың үй ішігін жасайтын болам. Әзірге мына жерде тар болғандықтан алып тастадым. Яқта менің мысығым және күшігім бір-біреуден. Есімін қоям бүгін достар. Есімі мына күшіктің Павлин болады достар. Павлин. Не мынау Павлин ба мынау дейтінде, короче, осындай Павлин деген ат қоямыз. Ал мысыққа достар Ерасыл деген есімді қоятын боламыз. Неге десеңіздер, менің бір досымның есімі, сондықтан мысықтың атын Ерасыл деп қоямыз. Так, осымен танысып қойыңыздар. Павлин және Ерасыл. Чотам, менде дайындап жатсың ба факелдерді? Так, менде жаңа
ауылға барып қайтқан болатын. Сол ауылдан 4 изумруд таптым. Бізде енді 18 изумруд. Яғни айтқанда тағы да қасында алмаз лазурит тұр. Міне қараңдар, көргендеріңіздей мен 14 алмаз тапқан болатым. Өйткені алдыңғы бізде ауылдың ютуберлері не істеген болатын достар, шахта қазған болатын, соларға мен көмектескен болам. Так, что там? О, бізге менде факел дайындап берді. Бізде міне 1 стак факел. О, от души. Так, енді бізде керек емес заттарды салып тастаймыз. Так, керек емес заттар қазір бізде неше түрлі, мен айтпақшы алмазда тауып қойдым, соларды сындырған жоқпын. Соны қазір бірге сындыратын боламыз. Так, бізге керек емес заттар салып тастаймыз. Жерге железный руданы егіп дегенде пісіріп қоямыз. Так, мына жерде железа қалып қойыпты. Пісірген железамызды салып тастаймыз мына жерге. Так, айтпақшы достар, мен қазір кирка жасап алам. Мына жерде қазір бамбук керек болады. Так, бамбуктен достар. Так, мен қазір палка жасап алам, палкадан. Яғни айтқанда. Так, сенде менде не бар ма? Кирка бар ма? Менде алмаз не? Алмаз. Железін жасап алам ал. Мен саған біреу ма, екеу ма? Так, маған біреу. Так, екеу. Так, саған екеу болады. Так, өзіме де екеу ала салайын. Так, Так, бір дыбыс естідің бе? Иә. Бармай қош. Ведьма, байқаш. Бармай қош. Қазір біздің мақсатымыз не ведьма емес, жетел ғой. Жетел? Ше? Иә. Қош. Наңара мен жет. Кәне? Ше? Ема. Так, сауда жасайтын ведьма емес па? Мына жерде бізге керек емес заттар сатады екен. Так, керек емес. Так, менде шахтаға барсақ кетіп жүр. Менде барайық шахтаға. Так, біз осы жерден достар складтан астына достар мен шахта қазып қойған болатынмын. Ең астына міне сатымен астына су құйып қойған болатын. Бұны сразу осылай түсетіндей. Так, артымыздан қазір менде келетін болады. Менде білет, мен шахтам қазғамды. Так, достар, мен ұзын қылып достар шахта қазған болатынмын. Ұзын қылып, немене қараңыздар, уже алмаз тауып қойдым достар. Так, бізде дыбыс қатты шығып жатыр. Так, өшіріп тастайыншы. Жерде 3-5 градус 5% қойып қойық. Так, менде қазір сундукта 14 алмаз. Неге көп алмаз табады деп ойласаңыздар достар, мен күнара достар, күнде шахта қазамын, пещера іздеймін, содан 1-2 алмаз табам күніне достар. Содан тапқан алмаздарым. Так, енді бізде, так, менде что там, келе жатсың ба? Так, менде қатып қалған шығар, менде де сөйтіп ұстамайды, көрдіңдер ме достар? Бір палочка тап тұр, ал менде 5 палочка өткені, менде интернет қатыптан жоқ. Так, менде келе жатыр, ойбай, дәл алма шыққанға кетті менде. Так, біз өзіміздің бірінші тапқан алмазымызды алдық. Бізде біреу ғана шықты. Так, тура қазап берейік достар. Мына жерден мен орындайдап қойған болатынмын. Мына жақ қарайдың ұзын қазан ба деген ой бар. Көрдіңіздер ма? Так, мен қазір ар жаққа дейін баратын болам. Так, мен артымен келе жатыр. Так, жаймен деп жүреміз. Мынаяқтан достар мен 2 алмаз тапқан болатын. Дәл осы жерден, бірақ крипер жарып жіберген болатын. Сондықтан алмаз жоғалып кетті достар, иә. Бұл жерде енді күнара достар факел қойып отыр керек. Факел қоймаса қап-қараңғы болып достар, қараңда ар жағы қап-қараңғы. Так, бізде міне қызыл редстоунды алып алайық. Бізге опыт береді, кейін зачарованный стол жасауға достар. Так, лазурит па? Сен өзің қазай білсе, менде. Менге оған дейін достар, мына жерде қара көмірлерді алып алайық. Мына жерде железа. Так, мына жерде железа қалдырып кеттім, менде соны алай бер. Так, мына жерде редстоун. 58 штук шыққан ғой. Ау? 58 штук шықты. 58 лазуриттен ба? Иә. База жоқ. Кейін зачарованный стол жасасам, яғни айтқанда, соны қазір керек болады лазуриттер. Так, енді қолымызға факелді алып алдық. Сол қолымызға, оң қолымызбен киркамен достар. Мына рудаларды қазып аламыз достар, иә. Бізге керек рудалар ғой достар. Мына жерде қызыл редстоундар бізге керек болады. Опыт. Бұлар жақсы опыт береді бізге. Так, біз сразу 16 уровеньге жеттік. Ең астына дейін қазып тастаңыз ғой достар, қараңдаршы, міне. Бедрокқа дейін қазып тастағым, өйткені бедрокты опана, не көрдім. Так, алмаз көрдім достар, керемет. Так, алмазды байқамаппын қазып. Что там, менде? Тағы да екінші алмазым тауатым, қараңдаршы. Ема, екеу. Так, екеу. Так, екеу болып. Так, общий менде 3 қалды. Так, нормально. Мына жерге факел қоя салайық. Что там?
Сен желез алып жатсың ба? Так, тастай салшы, бұлар керек емес әзірге, кейін алып аламыз. Так, мына жерге тағы да факел. Мына жерде қазір қызыл редстоун алайық екеуміз. Так, алып алдық. Опа. Так, бізде уже бір стактай болып қалды редстоуннан. Так, ары қарай қаза берген достар. Ема, алдын тапқанбыз ба? Уже мен байқамаппын, қаза берген бо да қазір. Еба! Достар, айтпақшы, мен тура қаза беріп, мына жерден тағы да алмаз тапқам. Сосын оның ар жағында алмаз бартын. Айтпақшы, мен ең басында айтқан болатын достар, мен уже есімнен шығып кете берді. Алмаз тапқандарымды көрсетемін деген болатын. Так, бізде, так, 7, я? 8 штук. Вау! Так, тағы да, наяқтан тағы да тапқан болатын. Айтпақшы, тағы да мына жерде крипер болды. Мына жерде тағы да бір алмаз ба, соны жарып жүрген болатын. Енді амал жоқ, 3 алмаздан айырылып қалдық босқа. Так, чо там? Тағы да бір пещера тауып мына жерден. Так, жаймен деп барайық. Қазір мына жерден кішігірім. Ойбай, мына жерден қалай жетеміз? Ойбай, так. Суға көтерілеміз. И потом менен алмаз тауып алған болатынбыз. Керемет. Ең достар, бедрокқа дейін қассақ достар, алмазды көп табуға болады. Так, бізде қазір 13 алмаз. Мен дейсінде өзің неше алмаз болды? Ең осы аулинкке кірген кезде. Санамадың ба? Жоқ, санамадым. Менде бірақ нормально. Брай, ё-май, мен дейді білесіздер ме достар? Алмазный броня бар, достар. Зачарованный алмазный меч пен киркасы бар, достар. Қарыныш, керемет. Так, бұлар тастай сал, керек емес. Бұлай ала салайықшы осылай. Так, сындырып алайық осылай. Бұларды керек болады кейін. Так, оппаны. Ең астында железде тұра ма аның? Так, алып алайық. База жоқ шынымен. Мына жақтарда жоқ па екен? Мына жақтарда білмеймін. көреміз. Тағы қазып көрейік. Мына болу керек тағы да алмаздар. Так, мына бедрок. Чо там? Бірін таптың ба? Лава. Так. Қарасам бір прикол көрсем ба? Давай. Қара. Чо там, не прикол? Нема, ой, песок па? Шахтаның песогы бұл, жеп көрім осыны, кейді үстінен құлақ бөледі, сол кезде басылып қалады менде. Так, наның қасында бір тағы да пещера болу керек па, менде? Чо там? Бар ма екен? Так, мен астына кетен қайттан достар. Так, қайлай пайда болдық. Енді достар, келесі бөлімдерде мен тағы да осы шахтаны үлкейтетін болам. Жаңа көрдіңіздер, ұзарту керек деп айтқан болатым. Соны ұзартып дамытатын болам. Шахтада алмаз табуға тұрсу керек, көбірек. Так, мен деме қайтып бара жатырмын. Есілші артымен келесің ғой. Так, менде қазір екі жақты ұзарту керек. Қазір біз мына жерге барлық железа болсын, угіль болсын заттардың барлығын алып кету керек. Кейін бізге керек болады угіль жасауға, сосын печкаға да керек бұл угіль деген достар. Железа керек бізге. Бізде мына бронямыз достар уже дегенде неге ауыстыру керек? Алмазный броняға ауыстыру керек. Өйткені достар, бізде миріміз, Аурланд сложностьта тұр достар. Легкода тұрған жоқ. Мобтар түнде өте көп, сондықтан бізге бронямызды алмазный қылу керек достар, тезірек. Өйткені мен неше рет өлдім осы Аурландте? 5-6 рет өлдім. Бұның өзі өте көп. Өйткені 4-ші серияға дейін 5-6 рет өлсең қызық қой достар. Осы бронямен жүріпті достар, крипер жарып менің жанымды алып тастаған болатын, яғни айтқанда өлтіріп тастаған болатын достар. Сондықтан көптеген опыттарынан айырылып қалдым. Сондықтан қазір менде 18 ғана уровень. Мен қазір андай қызыл редстоунға алып жатырмын. Так, мына жерде көмірлеріміз алып кетейік. Что там өзің қақсасың? Иә, шахтадам. Әлде қазу керек болып тұр маған. Тура жүре берсең, андай оңға бұрылсаң, саты тұрады, сол сатыдан көтеріле бересің ғой. Так, біз қазір көптеген угілдерімізді алып алайық. Өйткені бұдан опыттар береді, және де ресурстар береді. Так, бедрокқа қағазып тастаған соң сразу табам бекен, таппай мекен деп сразу достар до конца қаза бергенсің ғой достар. Так, алай кетейік осылай. Астынан оппана. Так, кешегіде достар қолдау отсаңыздар болады. Видеода бірге 2000 көрермен санына жететін боламыз. Сіздерге рахмет. 1700 көрермен санына жеттік. Енді мақсатымыз 2000 әзірге.
2000-ға тез жетейік. Сондықтан достар, тіркеліңіздер. Тіркелмеген көрермендерім болса, тіркеліп қойыңыздар. Так, енді мен қазір бүткіл нелерді алдым, угольдерді алдым. Так, енді, так, мына жерге не қояйын? Ойбай. Так, опа, факелі қоям. Так, не осылай ұзартып көретін боламыз. Ары қарай, так, бұдан шыға ма екен достар? Бақтан железа ма, алтын ба шықса, так, тура қаза берсек. Негізі тура қаза берсең, любой нәрсе шыға береді достар, қараңызшы. Так, жаймен деп тура қаза берейік достар. Не шығады екен, а? Так, бізде қызыл редстоун. Так, алып алайық. Так, бізде жаңа кірген кезде нешінші уровень болдық бізде? 16 ма? Уже мен 19-ған 20-ға келе жатырық. Так, достар. Тура қаза берсек бірдеңе табам екен достар. Так, 2 рет қазып көрейік. Если 2 рет болмаса, келесін қаза беретін боламыз. Так, ештеңе жоқ. Наяқты қазып көрейік достар. Наяқта болу мүмкін ба? А, достар. Так, бірдеңе болу керек. Алтын ба, железа ма болу керек. Шама ұзартып қояйық достар. Чо там мендей? 28 железа болды. 28? Воз, мықты база жоқ. Так, мына жерде қызыл редстоун. Так, жаймен деп алып көрейік. Бұл жақта болу керек енді. Не болсын? Алмас табылса енді база жоқ достар. Так, бұда. Так, достар, бұда жоқ ештеңе, я. Так, көрейікші мына жерден қазып. Алтын ба бірдеңе болу керек. Мына жерде уголь бар екен. Угольді қазып алсын ба мендей? Угольді қазып, мен келесін қаза берейін. Так, достар, келесі. Так, мына жерін ұзартық. Енді достар, ұзақ қылып түсіру керек. Өйткені сіздер өтініштеріңіз бойынша мен бөлімді ұзақ қылып түсіруге тырысамын. Я. Және де бізде көптеген осы Аурлендтегі балдар уже тезде дамып жатыр. Мысалы, Лайт, қасымда Менди, Бекіш, Хан, тағын бар. Бізде енді Фалкон кірсе, ол да база жоқ, ол да мықты выживать етеді. Так, бізде міне 20-шы уровень болды, опытымыз. Енді бізге ары қарай. Опа! Ема, Менди кеш. Алмас таптым та. Ема. Мен білдім сразу ше. Осы тура қаза берсем, осындай шет жақтарын ше, алмас алатынымды мен сездім. Бәсен ақтан бірдеңе кездесе ма деп ойладым, өйткені бедрокқа дейін қасып садық қой. Чо там менде қақтасың? Бергесем неға? Чо там не таптың сенде? А, осы ғой, осы алмас. Так, сен қасып көресің ба? Давай, мен сен қазған қалап тұр мен. Так, неше? Төртеу? Төртеу, я? Төртеу емес? Алтау, достар, прикиньте, мен уже, мен екеуміз байыдық, қараңдаш. Бірақ мен мұндайға вообще шок боптан жоқ, өйткені күнделікті тауып жүрген алмазым ғой, бірақ мына видеода енді біраз тауып атқанмы, мен өзім шоке боптым, достар. Чо там, менде қазып аласың ба? Так, біреу. Чо там? Так, менде күтейік, менде қағазып жатыр жаймен деп. Так. Чо там, неше шығады екен? Алтау шықты ма? 8. 8? База жоқ. Алтау емес па? Алтау. Бәсе. Красавчик. Чо там? Өзіңе керек па? Өзіңе керек болса маған бәрі, маған әлі. Жоқ ма? Чо там? Саған берем о, ма? Өзіңде бар ма? Жоқ. Жоқ па? Мен саған, так. Қазір бүткіл тағы да қасып көрек, сосын екеуміз енді мен саған қанша алмаз беретінді қазір өзім шешейм. Если... Так. Тағы да осы тура қағысып көрек, достар, айтпесе тағы да алмаз ба бірдеңемен табу керек бізге. Өткені бедрокқа дейін қағысып тастадық біз, менде екеуміз. Так, о! Ема, достар. Қараңдаш, шет жақпен бұлай қаза берсең, осылай алмас алуға болады екен. Так, чо там, қасып көрейін ба? Так, екеу. Так, ема, бесеу. Қош. Так, латыш маған неше болады екен вообще? Так. 4. 26. Ема, достар, біз байыдық, қызыл ресторанда дала кетейік. Ема, шақтада неше алмас? 26 алмас аптық ба? ютуберлерден неше алмас аптық біз? Ең көп тапқан біз ба? Менде?
Жоқ, бекіш қой. Жоқ, мысалы ше андай бір уақытта ше, бір уақытта. Білмеймін оны. Білем ғой енді бекіш Может, шығармыз, да? Біз де ойлаймын, өйткені қараш 26 алмас. Қазір еще үйде 14 алмас бар. Сонда екеуін бәрін қосқанда 40 алмас шығады ғой, в общем. О! Еба! Тоқташы, менде, тоқта. Ема. Ойбай. Қаш. Абайлаш. Так, менде қазір қылышым бар, мана жерде меч бар. Так. Тамақтан алайын. Ойбай, қаш. Хоп. Так, өлтіріп тастадым. Так, что там, Менди? Так, достар, қараңдаршы, біз тура қазып келе жатқан кезде, ойбай, тоқта, ойбай. Так. Хоп. Алмас тапқансың, оп, прикиньте, достар, тағы да алмас тапқансың. Так, мына жерде. Так, ненің ішінде? Скелет? Сундуктың ішінде. Тұтыш. Факел қойшы наған, факел. Мына жерге факел қойық, мына жерге. Так. Өтірінен. Хоп. Так, біз уже алмас аламыз да, уже не тауылдық па, спавн не тауылдық па? Ол сындырмай тұра тұр. Сындырма. Менде андай идея бар, типа, астын қазып тайсың да, жан-жағынан су қоясың. Соға тура астына қарай шұңқыр істейсің да. Иә. Біліп тұрмын. Жалпы спавнер істейтін боламыз, анда опыт аламыз олардан. Сосын сүйек. 10 блок қазасын. Иә, білем. Уайымдамасай. Я же профессионал. Нан қараса, ема, тағы да алмас тапқанбызды. Так, осы жерге мен қазір факелді жағып қойын, осылай. Так, бізде қазір ал боламыз. Неше шығады екен? 2. Так. Мәй. Микрофон өшір салшы менде, бұлай керек емес. Так, біз 33 алмас таптық па? Нормально, достар. Так, біз 33 алмас таптық. Керемет. Енді біз 33 алмазбен не істейміз, достар? Бізге келесі бөлімде мен үй салмақшымын. Үй салып, достар, үй салып болғаннан кейін алмазға не жасауға болады? Алмазға күрек, балта, меч, достар, сосын кирка, барлығын жасайтын боламыз. Сосын броняны жасаймыз, достар. Сосын броня жасап, барлығын зачаровать ететін боламыз, достар. Так, біз бүгін мен екеуміз не таптық? Спавнер таптық. Бұл спавнерді кейін келесі бөлімдерде көретін боласыздар. Біз келесі бөлімде дұрыс айтын боламыз. Типа спавнер істейтін боламыз. Кейін бұл скелет спавнерінен, достар, опыттар аламыз. Сосын ішінен сүйек, сосын садақ, анау-мынау заттарын өзімізге алатын боламыз, жинай беретін боламыз. Әзірге, достар, қоштасамыз. Бүгін біз мен екеуміз 33 алмас таптық. Бұл әзірге үлкен жоғарғы көрсеткіш. Мендеге мен қазір алғысымды қазір алмазбен білдірейін. Так, мені естіпсің ба мені? Так, мені естіп тұр. Так, менде қасында жүріп алмас тапқан болатын. Мендесіз енді мынандай 33 алмасы таппаймын. Сондықтан қазір мендеге так 1, 2, так 2, 3, 4, 5, так 6. Так, 6 алмазды сыйлыққа берем, өйткені енді басқа ютуберлер мен қасында видео түсіріп жүрген жоқ. Сондықтан мендегі үлкен рахмет айтам. Маған так уақыты болмаса да уақытын маған арнап, достар, көмектесті. Сондықтан барлығымыз мендеге рахмет айтамыз. Бүгін, достар, мендемен біраз алмас таптық. Келесі бөлімде енді үй салатын боламыз. Енді тағы да мендеді шақырып алып бір ерекше үй дайындап қойдым. Соны типа ютубтан қарап алған болатын. Сол ютубтан енді бір шама өзгертіп күшті үй салатын болам, достар. Оған енді, достар, сіздер лайк басыңыздар, комментар жазыңыздар, және тіркелмеген көрермендер болса, әрине тіркеліп қойыңыздар. Әзірге енді қоштассам, келесі бөлімге шейін. Ал сіздермен болған мен Данчо және де Менди. Давайте. Және де менің каналым описаниеда болады. Айтсайшы мен. Айтамыз ғой. Сен күтіп қал мен. Так, Аулендтің мүшелерінің, достар, каналдары сілтеменің осы видеоның описаниясында болады. Так, Мендиге тіркелеміз. И потом осы Аулендтің барлық балдарына тіркелуді ұмытпаймыз. Оларда да Аулендтен видео шығатын болады. Және сол видеоларда Мендиде болам.
Ал давайте достар, пока.